Білесіздер, біздің қазақта басқа бәле тілден деген бір сөз бар. Бірақ біз мұны кейде бір тым тікелей түсінетін секілді болып көрінеді маған. Бір ашуланған кезде немесе бір қателесіп кеткен кездерде ғана тіліміз жазықты болады деп ойлаймыз. Негізі олай ғана емес. Мысалы, денсаулық болса болды, бастысы аман болайық деген сөздерді байқайсыздар ма, біз тым еркін қолдана береміз. Әрине денсаулығымыздың жақсы болғаны, басымыздың аман болғаны жаман деген сөз жоқ. Бірақ бізде денсаулықта болсын, бізде байлықта болсын, білмеймін, атақта болсын, абыройда болсын, бізде бәрі болсын. Сондықтан Құдайдан бір ғана нәрсе сұрап, басқасын керек етпей жүрген бір адам сияқты болып қалмайықшы жігіттер. Немесе апа жеңгелеріміздің баласына бір шүйкебасты келін қылып әкелетін уақытың болды ғой енді деп ұрсып жатқанын өз құлағыммен мен талай естігем. Енді шүйкебас деген біздің қазақтың ұғымында бала туып бере аларлық қана бір қыз баласы ғой енді. Аузыңыздан шығып жатқан әр сөз дұға, тілек болып кетуі, қабыл болып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан ертең балаңыз бір санасыздау келінді сүйретіп әкеп тұрса таңғалмаңыз. Біздің қазақта тағы бір жақсы сөз бар. Бір ауыз лепестен Құдайдың алдындағы дәрежең көтеріліп, бір ауыз сөзден Алланың алдындағы деңгейің түсіп кетуі мүмкін деген. Сондықтан өзіміз байқамаған жағдайда өз аузымызбен дәрежемізді, деңгейімізді төмен түсіріп, басымызға қонғалы тұрған бір бақтан, игіліктен өзіміз бас тартып жүрген боп қалмайықшы деген әңгіме ғой менікі.